Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта векторлардың скаляр көбейтіндісі және кесіндіні берілген қатынаста бөлу тақырыптарын қарастырғанбыз. Бүгін сол тақырыптарға есеп шығаруды бастаймыз. Бізге А және В векторларының модульдері берілсін. А векторының модулінің ұзындығы 3-ке тең, ал В векторының модулінің ұзындығы түбірасты 2-ке тең. Ал осы екі вектордың арасындағы фи 45 градусқа тең. Бізге табу керек А және В векторларының скаляр көбейтіндісін. Яғни бұл жерде екі вектор берілген, арасындағы бұрыш берілген. Суретін салатын болсақ, А векторы және В векторы. Арасындағы бұрыш фи 45 градусқа тең деген сөз. Сонда екі вектордың скаляр көбейтіндісінің формуласын еске түсірсек, А және В векторының скаляр көбейтіндісі осы векторларының модульдерін бір-біріне көбейтіп, және осы екі вектордың арасындағы бұрышының косинусына тең болатын. Олай болса, әр берілген А векторының модулінің орнына 3-ті, В векторының модуліне турасты 2-ні, ал косинус фидің, яғни фидің орнына 45 градусты қойып есепті шығарайық. А және В векторының скаляр көбейтіндісі 3-ті көбейтеміз түбірасты 2-ге және косинус 45 градусқа. Бұл жерде косинус 45 градустың мәнін еске сақтауымыз керек. 3-ті көбейтеміз түбірасты 2-ге, косинус 45-тегі мәні түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Ал олай болса алымында 3 пен түбірасты 2-ні түбірасты 2 көбейтсек 2-ге және 2-ге қатынасы. Сонда бұл жерде екі вектордың скаляр көбейтіндісі 3-ке тең деген сөз. Енді тағы бір екінші жағдайды қарастырайық. А векторының модулі тең болады 4-ге, В векторының модулі тең болсын 3-ге, ал арасындағы бұрыш 120 градусқа тең болсын. Яғни бұл жерде бұрышымыз доғал бұрыш. А векторы және В векторы. Арасындағы бұрыш, фи бұрышымыз 90 градусқа, 120 градусқа тең. Олай болса, А және В векторының скаляр көбейтіндісінің формуласын еске түсірсек, А векторының ұзындығына В векторының ұзындығын көбейтіп, осы векторлардың арасындағы бұрышының косинусына көбейткенге тең. Олай болса, А векторы мен В векторының скаляр көбейтіндісі 4 пен 3-ті көбейтеміз және косинус 120 градусты қоямыз. Ал косинус 120 градустағы мән еске түсіріңіздер. Бұл бізде екінші ширек, екінші ширекте косинустың таңбасы минус, яғни минус 2-ден 1. Бұл жерде 4 пен 2 қысқарады, сонда мәні минус 6-ға тең. Яғни бұл жерде А және В векторларының скаляр көбейтіндісі минус 6-ға тең. Балалар, біз сіздермен векторлардың скаляр көбейтіндісі және кесіндіні берілген қатынаста бөлу тақырыбына арналған есептерді шығарудамыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.